бетін күнге бұрған көлеңкені көрмейді деген тақырып қойған. Енді қаншалық тақырып білсе екен, қазір көріп аламыз. Келе жатқан бір таксидің алдына көк көлік бірден тоқтап, аварияға себеп бола жаздайды. Тормозға уақытысында басып үлгерген шофер көлікті басқа жаққа бұрып, жолдың екінші жағымен келе жатқан көлікпен соғыса жаздайды. Көк көлік иесі терезені ашып, шоферді жаман сөз айтып ұрсады. Шофер болса оған күлімдеп қана қол сілтейді. Еш ашуланбады айтылған боғауыз сөздерге. Оның сабырлығына таңданып, жолаушысы ішінде отырған сұрайды: неге оған жауап қайтарудың орнына күлімдеп қана қойдыңыз? Оның кесірінен авария бола жаздады ғой. Шофер болса былай дейді: көптеген адам өзімен мына нәрсені алып жүреді. Ол нәрселер ыза, жеккөрініш пен реніш. Ол нәрселер көбейіп кеткен кезде оларды бір жерге лақтыру керек болып тұрады. Сондықтан ол нәрселерді кейде сенің үстіңе де лақтырып тастаулары мүмкін. Ешбір уақытта мұны жүрекке жақын қабылдама. Күлімде де олардың жақсылығын тіліп жолымен кете бер. Олардың бұл нәрселерін алып жұмысқа, үйге немесе басқа адамдарға апарушы болма. Не нәрселер? Қалай жұмсағаныңыздың 90% оны қалай қабылдайтыныңыздың нәтижесі деген осының астына түйінді сөз берген. 10% қалай жұмсайсың, 90% өмірді қалай қабылдайсың, соған байланысты екен. Сондықтан қабылдау деген сөз өте негізгі мәселе болып тұр. Сондықтан бұл жердегі жасырылған сөз былай еді: көптеген адамдар өзімен қоқыс алып жүреді. Қоқыстары бұл ыза, жеккөрініш пен реніш. Қоқыстары көбейіп кеткен кезде олар бір жерге лақтыру керек болып тұрады, постоянно.